Кімдер баспана ала алмайды? Дәл осы видеоны барлық группаларға таратыңыздаршы, үлкен өтініш. Қазір мен жалпыға ортақ өте күрделі және маңызды тақырыпты қозғап отырмын, ардақты ағайын. Бұл ипотеканың негізі және ипотеканың фундаменті десем де қателескенім емес. Енді кімдер баспана ала алмайды деп қатты айтып жіберуі мүмкін, сәл жұмсартайық. Кімдерге банк одобрение бермейді? Міне осылай дұрыс болады, мұқият тыңдаңыздар. Кейбір азаматтар былай ойлайды екен: мен осыдан 15 жыл бұрын, 10 жыл бұрын Альянс банктен, Альфа банктен кредит алдым. Мен несие тарихым кімге керек? Олар кеткен шығар, уже өртеніп. Ол банктерде жоқ, жабылып қалды, барлығы жоқ болды. Қателескен пікір. Дәл сіз солай ойласаңыз, сіз де қателестіңіз. Ардақты ағайын, елімізде Первое кредитное бюро деген мекеме бар. Ол тәуелсіз мекеме. Ол сіздің несие тарихыңыз хоть 10 жыл өтсін, хоть 30 жыл өтсін, несие тарихыңызды сақтайды. Қай жаңағы қаржы ұйымынан кредит алдыңыз, оны қалай төледіңіз, оны досрочно жаптыңыз ба, оны кешіктіріп төледіңіз ба, барлығы жазылып тұрады. Енді мынандай сұрақ болуы мүмкін: мәссаған, ол мекеме менің несие тарихымды қайдан алады? Қандай құқығы бар? Кез келген екінші деңгейлі банктерден, МФО-дан, ломбардтан бүгін барып несие рәсімдесеңіз, 14 күннен кейін жаңағы қаржы ұйымы сіз жайында ақпаратты Первое кредитное бюроға жібереді. Ол ешкімге тәуелсіз мекеме, сіздің несие тарихыңызды сақтайды. Көрдіңіз, ары қаратай ол жаңартылып отырады. Сіздің несие тарихыңыз, жаңағы алған несиеңізді қалай төлеп жатырсыз? Кешіктіріп төледіңіз ба? Жоқ, төлемей жүрсіз ба? Жоқ, коллекторға өтіп кеттіңіз ба? Ол коллектордың аты кім? Жоқ, әлде реабилитацияға кеттіңіз ба? Жоқ, әлде банкрот болдыңыз ба? Бүткіл ақпаратты Первое кредитный бюроға беріп отырады. Бұл кім үшін керек? Банктер үшін, қаржы ұйымдар үшін керек. Ертең басқа бір жеке тұлға несие рәсімдейін десе, ең бірінші банк запросты кредитный бюроға жібереді, сіздің несие тарихыңызды қарайды. Несие тарихы дегеніміз бұл кредитный история. Жалпы кредитный историяны қалай алу керек, кредитный история қалай талдау жасаймыз? Менің ипотекалық дәрігер атты YouTube каналымда керемет видео бар. YouTube'тан ипотекалық дәрігер деп жазамыз, плейлист бөліміне өтеміз, кредитный история деп тұрады. Сол жерде мына видеоны қараймыз. Ең бірінші міне картинкасын қойып қойдым. Несие тарихын қалай аламыз және кредитный история қалай талдау жасаймыз. Дәл осы екі видеоны бірінші көріп алыңыздар. Бұл өте маңызды, ардақты ағайын. Енді тақырыпқа көшейік. Жалпы кімдерге жаңағы банк отказ береді? Бұл жайында мен Instagram парақшамда дәл осы жерде мына видеоны түсірген болатын. Несие тарихын жаңартуға, жақсартуға, немесе ақша төлеп рейтингті көтеруге бола ма деген. Бұл видеоны да міндетті түрде көріп алыңыздар. Енді елімізде кез келген ипотека беретін банктер ол екінші деңгейлі банк деп аталады. Бірақ әр банктың талаптары мен шарттары әртүрлі. Мысалы, Отбасы банкын алайық. Отбасы банкінде қолданыстағы кредитке қарайды, ең бірінші действующий кредитке. Жалпы барлық банк действующий кредитке қарайды. Мысалы, сізде Каспий банкте кредит бар. Сіз оны 20 қаңтар күні төлеуіңіз керек еді. Ал бүгін 29 қаңтар сіз ипотека рәсімдейін деп жатырсыз, бірақ сіз ана кредитті 20-сы төлеген жоқсыз, 25 қаңтар кешігіп төледіңіз. Банк сізге бірден отказ береді. Басқа банктерде отказ береді. Себебі сіз қолданыстағы действующий кредиттің өзін кешіктіріп төлеп жатсыз. Яғни банктың ойында қандай сіз жайында портрет қалыптасады. Ойбай, мына кісі Каспийден кредит алып, соны 5 күнге кешіктіріп төлепті. Қой құрсын. Мен мынаған қазір ипотека берсем, бұл біздің де ипотеканы кешіктіріп төлейді. Бізге проблемный кредит керек емес, дейді, сізге отказ береді. Көрдіңіз ба? Ең бірінші действующий кредиттеріңізді уақытылы төлеп тұру керек. Бір күн, 2 күн просрочка бола ма действующий кредитте? Тура ипотека рәсімдейтін айда болды. Кредитный историяңыз құртылған деп санай беріңіз. Онан кейін Отбасы банк сізде действующий қолданыстағы кредит болмаса, соңғы 12 айдың кредитный историясына қарайды. Қазір мысалы 2025 болса, ол 2024 күн түгел қарайды. Қаңтарынан бастап желтоқсанға дейін. Сол 12 айдың ішінде 90 күннен асқан просрочный кредиттер болмау керек. 90 күннен асқан. 90 күннен асқан болды ма, онда кредитный историяңыз нашар деп саналады. 12 ай өту керек, тосуыңыз керек. Ал басқа банктер соңғы 3 жылға қарайды. 3 жылдың ішінде 90 күннен асқан просрочка болмау керек. Және қандай кезде отказ береді?
сізде проблемный кредит болды. Каспийден төлей алмадыңыз, Народныйда төлей алмадыңыз, бірақ соттың шешімімен, жеке сот орындаушының шешімімен, банкпен бірлесіп отырған шешімімен, немесе медиатордың шешімімен график алдыңыз да сол график бойынша төлеп жатсыз. Бұрын проблемный болған кредитті қазір графикпен төлеп жатсыз. Өкінішке орай, осындай кезде де сізге банк одобрение бермейді. Ең бірінші ана кредитті толық төлеп болу керек, онан кейін белгілі бір уақыт өту керек, сосын барып ипотека рәсімдей аласыз. Және тағы да бір мен видео түсірген болатын банкротство жайында. Банкротты қалдыңыз, өкінішке орай сізге тағы да банк отказ береді. Міне ағайын, бүгін осындай тақырып. Видео лайктарыңызға лайықты деп ойлаймын. Лайктарыңызды аямаңыздар, барлық достарыңға таратамыз.